тебе как есть здесь. Дорогие подписчики. Армысыздар ағайын. Қайырлы кеш. Қал жағдайларыңыз қалай, денсаулықтарыңыз қалай? Үй-ішулеріңіз аман ба? Көп болып тікелей эфирға кірмегелі. Әмбе қазір өзі сапарға шыққан, жолға шыққан болады. Через 200 метров плавно поверните налево. Қазір ел жүрегі, елорда дейміз ғой. Астанаға келген болатынмын. Осы қазір ғана міне Астанаға кірдім. Астанадамыз. Кеше Қарағандыда болдым. Жалпы арқада жүрміз. Арқаға арқа сүйеп, арқаның төріне келіп қалдық. Аманшылық, менде барлығы жақсы, денсаулық жақсы. Өздеріңіз қалай, денсаулықтарыңыз күтіңіздер. Мына адамның ағзасы жалпы ақылды ғой. Мысалға, көзімізге бірдеме түссе, көзіміз жасаурап, әлгі дүниені көздің өзі ақ шығарып тастайды. Мұрынға бір нәрсе түссе, мұрынның өзі кері байланыс реакция беріп үшкіріп, оны да шығарып тастаймыз, е. Ағзаға жақпайтындай бір ас түсетін болса, өтіп, оны да шығарып тастайды сыртқа қарай. Жалпы ағза барлығымен өзі күресуші. Денсаулықтарыңызды мықты қылыңыздар. Әрқашан өздеріңізді аш сезінбей, адамға азық керек қой, тамақ керек қой. Бүкіл дәрумен де сонда. Бірақ сол жеп атқан дүниенің барлығы табиғи болса шіркін. Өйткені қазір көптеген видеолар шығып жатыр. Осындай ем қабылдасаңыз жазылып кетесіз деп. Өте көп енді. Бәленбай 100 түрі бар шығар қазіргі таңда емдердің. Сау болыңыз. Соның барлығы сіздің ағзаңызға кері әсер тигізуі мүмкін жалпы. Адам өзін тану керек қой, өзіңіздің ағзаңызға ол кері әсерін тигізбей ме, аллергияңыз жоқ па, ондай дүниелерге небір шөптер шығып жатыр ғой. Сол үшін әркім өзіңізбен күресіңіз. Барыңды күзет, арыңды күзет, өзгені сынағанша өзіңді түзет дейді ғой. Тура солай болып тұр ғой, өзімізді түзейік қазір. Ағзамызды түзейік. Дені саудың тәні сау ғой. Тән денемен, сау денемен бұйырса әділеттілікті де орнатамыз. Бастысы амандықтарыңыз керек. Сол. Сөйтіп, Астанаға ақпан айында келіп ем ақырғы рет. Міне Астана әйтеуір әдемі тас қала дейді ғой. Мүсін қала. Өкінішті әрине. Сол ақпан айында кетер кезде Дулат ағаларымыз шығарып тастаған еді ғой. Жол болсын деп құшақтап, ризалығын айтып. Өкінішке орай соңғы рет кездесіптік. Марқұм болып кетті. Ұлттың жолында, шындықтың жолында өтті Дулат ағамыз. Қазір Астанаға келіп, бұйыртса бағыт сол Талапкер ауданына Ағаділ штабы дейді ғой, Дулат марқұмның ақ үйіне бара жатырмыз. Өзіміздің ақ үйіне, халықтың үйіне бара жатырмыз. Сондай. Сонда аманшылық, менде барлық жақсы. Ауырмаңыздар жалпы ағайын. Тақырыпты өзімізге өкпелемесек, өзгеге өкпелейтін бет жоқ деп Ахмет Байтұрсынның сөзін оқып қойдық. Ол кезінде дәп уақыт тарихта бәрі қайталанып жатыр ғой. Өкпелеу оңай әрине. Билікті жерден алып, жерден салуға болады. Камера контроля перекрестка. Сын айтамыз, сын айтқан кезде де шын айтамыз. Оның барлығы орынды. Бірақ өзімізден де бар ғой көп дүние. Неге осындай бассыз, тексіздерді биліктің тізгінін ұстатып қойдық осыншама жыл, 30 жыл. Әсіресе мен аға буындарға айтам, ағаларыма айтам. Алауыздықты тудыртып осы уақытқа шейін оппозиция дейсіздер, бір-бірлеріңізбен ерегесіп, дауласып, түптеп келгенде бір-бірінің аяқтан шалып атқан кезде сұм үкімет, солақай саясат жүргізіп отқан Назарбаевтың қалыптастырған жүйесі біртіндеп құртып жатыр барлығын. Жойып жатыр. Тура мағынада айтқан кезде жойып жатыр бұл. Залымдық қылып жатыр өз халқына. Соған қарағанда бұл
біз оның өз халқы емес сияқтымыз. Білмеймін, дүние ғой оның халқы. Кешенің алдында сұхбат беріпті ғой Назарбаев, Азаттық. Сұхбат бергенде Азаттық радиосы жариялаған екен. Маршрут перестроен. Двигайтесь прямо. Бұл ауру ешкімді айналып өткен жоқ, біздің адамдарымыз да ауырып жатыр дейді. Камера контроля Біздің адам, оның адамы деген жоқ, барлығымыз біз халықпыз, бір жұдырықпыз ағайын. А оның айтып атқан көріп атсыз ғой, біздің адамдарымыз ауырып жатыр. Маршрут перестроен. Енді ол сөздің астарында біздің адам деп ол өзінің саясатын, идеологиясын жүргізетін діни сақалдыларды айтып жатыр. Өзінің мамин, саминдарын айтып жатыр, министрларын айтып жатса керек, өзінің депутаттарын айтып жатса керек, біздің адамдар деп. Бір жеркенішті дүние барлығы. Ескерткішін ашыпты, иә, Астанада қазір. Мен тірі адам емеспін, мен ескерткішпін, мен монументпін деген сөз ғой оның барлығы ағайын. Поверните направо. Поверните Монумент налево. бұл. Амандық болса бұйыртса ол ескерткіш қай жерде екен? Барып та қалармыз. Не істейік сонда? Табынайық па ол ескерткішке барып ағайын? Қызық. Біздерді құл сияқты ол елестетіп, құлдың орнына қабылдап, құлдарға жасап атқан әрекет жасап атқан жоқ ба? Қазіргі карантин дүниесі. Карантин ашылғалы байқасаңыздар ағайын, білім министрі, Біртанов па бізде? Бекіш Біртанов қой. Ой, Аймағамбетов, иә. Білім министрлігі халық білімді болып, сауатты болып, еңсеріп бұл ауруды жеңеміз дегеннің орнына алдын ала заң қабылдап қойды, иә? Дистанционный қашықтықтан оқимыз деп. Оның өзін дұрыс жеткізе алмай қашықтықтан деді ма жындылар. Сол қашықтықтан оқуды белгілеп қойғаны бұлар ауруды күресіп жеңеміз деген ниеттері де жоқ бұл биліктің. Қай министрін алсаңыз да. Алдын ала жоспарлы түрде құртып жатыр ғой, бір сөзбен айтқан кезде. Жойып жатыр, жаңа айтпақшы. Балаларды қашықтықтан оқимыз деп жоспар құрып қойды, оның барлығы түптеп келгенде сауатсыздандырамыз. Өткен буын, аға буын, олар құлды құрған орыстың тәрбиесін көрген коммунистер болса, басым бөлігі қазірғыларды осылай біз карантин деп қашықтықтан оқытқызып, дұрысты білімді жеткізбей, бергізбей, сауатсыз буын қуаламыз да, бұларды да кейін өзіміздің осы нұрлы жүйемізбен басқару оңай болады деген ниет бұлардық ағайын. Өзге ұлттықтар барын салып, арын салып, күресіп, жеңіп жатқан кезде, жеңістің тойын тойлап жатқан кезде, мына жындылар сондай жоспарлар құрып отыр. Халық ИВЛ аппаратқа ақша таба алмай, соңғы ақшаларын біріктіріп, жинастырып, ауруханаларға өткізіп жатқан кезде, мына есер шоқ жындылар 100 аппаратты Тәжікстанға өткізіп жатқаны, оның барлығы қасақана. Бұл халыққа көмегі керек жоқ, бұл халыққа ИВЛ аппарат керек жоқ, бұл халық жойып құрылу керек, бұлар ауырып, індетті жаппай жұқтырып, жойылып кету керек жер бетінен деген мағынада сияқты ағайын. Бұларға аппарат алмаңдар, бермеңдер деп Ресейдегі қазақтарымыз жіберді ғой бізге аппарат. Бұлар Тәжікстанға беріп отыр. Өзің диванасың, кімге пір боласың дейді ғой қазақта. Бұлар дивана, Тәжікстанға бір жарылқап, жақсылық жасап, пір болмақшы ма өздерінше? Бірінші өз қазағын ойлап алу керек еді ғой. Бірақ барлығымыз білетін шығарсыздар ағайын, бұлар ойламайтынын, бірақ сонда да осылай. Тек қана сын айтып, пікір айтып, диван батыр болып. Айтқан болып көрініп, әрбір жерде жылтылдап. Өкінішке орай. Сөйтіп сөз сөйлеп жүрген кезде сол сөздің ішінде өліп, жойылып кетеміз бе екенбіз? Бәлкім әрекет жасауымыз керек шығар. Қадамдар жасауымыз керек шығар, ынтымаққа, бірлікке, мына жүйені нақты ауыстыруға, өзіміздің заңды құқығымызды пайдаланып, жаппай митингтерге шығуымыз керек шығар, бәлкім өзіміздің құқығымызды қорғау үшін. Қазір жылап жататын уақыт емес қой ағайын. Ана карантинді еңсеріп жеңуіміз керек. Бұған да біздің ынтымақ керек қой, бір жұдырық керек қой ағайын. Бұлар халықты экономикалық қысып отыр ғой, өздерінің бірақ сөздеріне сай емес, өзі Назарбаев, Тоқаев ешқандай экономикалық жағынан карантин болмау керек. Бірақ қатал карантин болу керек дейді. Қатал карантиндар көріп отырмыз. Қатаң түрде халық бір жерге топтасып, автобусқа сығысу керек екен.
сөйтіп ауруды жұқтырып алып оны тарату керек. Қазір міне 42 мың деп қайтан шығарып отыр ғой. Бұлар жындылар 42 мың деп жүрген кезде ауырғандар саны 42 мыңнан асып кетіп отыр, өкінішті. Барынша алдын алғысы келді. Осы кез келген азаматтар белсенділер болсын. Қыркүйек айында біз Семейде болып, бұл ауру бүкіл елге тарап жатыр. Ауру бар ғой вирустың. Бұны саясиландырмаңдар, жиіркенішті саясаттарыңа пайдаланбаңдар. Дереу оқшалап, дереу ауруды жеңіп, ел болып еңсеру керек. Көлік жүргізушілері, ақша жинаушы, кондукторлар, соның барлығын қауіпсіздік маскалармен, қолғап бар ғой, солармен, антисептиктермен қамтамасыз ету, дезинфекциялар жасау керек. Қоғамдық орындарға санитарлық нормаларды дереу сақтаңдар, қадағалаңдар, тәртіпке келтіріңдер деп айғайлап шулаған кезде көбісі түсінбеді, тіпті белсенділердің өздері түсінбеді. Вирус деген жоқ қой бесжан, бұлардың саясаты ғой деп. Кәр нәтижесі міне 4 ай. Жалпы вирустың шыққанына 7 ай болды ма? Бір өкінішті де барлық нәрсені бұлар саясаттарына пайдаланады да, өздерінің жиіркенішті саясаттарына. Жейді ақшаны. Адамның өмірі, елінің байлығы халық қой, сол байлықтары осындай бір жойылып кетер алдында тұрған кезде мына жындылар, тіпті өзге елдер бізге мейірімдік танытып, жомарттық танытып, қайырымдылыққа бір алақан жайдыртып қойды ғой бізді. Жалпы алтын сандықтың үстінде, байлықтың үстінде тұрамыз, бірақ алақан жайып тұрмыз ғой біз. Сол алақанымызға кеп дәрілерді қойғанның өзінде сол дәріні ұқсатпай 51 күн бойы қоймада жатып халыққа таратылу керек нәрсе таратылмай міне. Салдар көріп отырсыздар. Қолдан жасап отыр барлығын ағайын. Геноцид бұның барлығы. Білмеймін. Құл болып оянғыларыңыз келе ма, білмеймін сіздерді. Құл болып оянсаңыздар өздеріңіз не істей аласыздар. Қазір заң әлде болсын, сәлде болсын заң бар кезде толығымен қазақ мемлекеті диктаторлық, монархиялық мемлекет ретінде әлемге жарияланбай тұрған кезде, Біріккен ұлттар ұйымы мен адам құқығын қорғау ұйымдары мен келісім шарттар бұзылмай тұрған кезде әрекет жасай алмай жатырмыз ағайын, біз түк істей алмай жатырмыз. Біздің құқығымыз бар, біздің алаңға шығып өз ойымызды айтуға, бірақ сол құқығымызды пайдаланамай жатырмыз. Ол құқықты бір белгілі бір 100 шақты қоғам белсенділері ғана пайдаланады. Олардың аздығы болған соң біздің репрессия жасап әрқайсысын қудалап қамап отыр ғой. Қазақ айтады ғой, елім деген ер болмаса, ерім деген ел қайдан болады дейді. Сіздер ел сіздер ма өзі? Кім сіздер? Елім деп тұрған ер бар, ерім деп тұрған ел қайда? Ерім деп тұрған ел қайда? Халқым, ер азаматым қазақтың шындығын айтып жүр. Қазақтың мұңын жоқтап, барын бар қылып, жомарттық қылып жүрген жігіттерді қолдай алып жатырсыздар ма? Қазір міне біз баратқан Дулат Батыр соңғы қаржысына гүл алып алаңда тұрған ағайынға, мұңайып тұрған аналарға мұңаймаңыздаршы, бұның барлығы уақытша, болашақта баспана береді деген үмітпен, жарқын болашақ алда деген сенімділік сыйлап, аналардың үкімет зарызлатып қойған аналарға бір мейірім танытып еді ғой, соңғы гүлін алып беріп. Енді ол азаматымызда жоқ арамызда. Ешкімді қаралаған жоқ, жамандаған жоқ. Бір болайық, жүйені ауыстырайық деп жүрді ағамыз. Иттікпен үйінен ұйықтап атқан жерінен алып кетіп отыр көкөсектер. Көкөсек деген сөзді кезінде Алиханда, Ахметтерде көп қолданды ғой. Қазір көкөсек деген өздеріңіз ойлаңыздаршы. Есекке боқ артасыздар, жүк артасыздар. Ол есек сізге үндемейді, ол дүниені алады да апарып тастайды. Қораға апару керек па, қораға апарып төгеді ол көкөсегін. Полициялар ашық көкөсектер қазір. Көбісі белсенділердің үйіне барып жүргендер, артын аңдып жүргендер көкөсектер. Бұларға бұйрық береді, барады да сол бұйрықты орындайды да. Бір есек сияқты бұлар андай өзінің пікірін айтамайды. Неге деген сұрағы жоқ бұлардың. Бұлар құл.
сондай ездер барына өкінішті. Одан бұл аға буындар кеткен кезде ауысама деп ойлаушы ем. Қазір жастар да кіріп жатыр екен, өкінішті бір. Осы жүйенің, жиіркенішті жүйенің, осы қазақ ұлтының, жаппай ұлттың түбіне жетіп келе жатқан коммунистер қалыптастырған, яғни Назарбаевтың жүйесіне қызмет қылып атқан жастарды көрген кезде білмеймін мен. Келер болашақ не болады? Мына жүйеден жиіркенетін дүние бұл, ағайын. Бұны қолдамақ түгілі ғұмырын бір секундқа да создырмай ауыстырып тастайтын жүйе бұл. Ұлттың түбіне жететін жүйе бұл, жемқорлық жүйе. Осы уақытқа шейін айтылып жүрді, қандай сайлау болсын, бұл жүйе өзінің ресурстарын толығымен пайдаланады. Әскери адамдар, мемлекеттік жұмыстағылар, мына дәрігерлерді көріп отырсыздар ғой, халық дәрігерге мұқтаж болып жатқан кезде, ерікті түрде жүрген азаматтар, мен де ауруханаға барып қызмет қылайын, халыққа қызмет қылайын, халыққа көмек берушілердің қатарын арттырайын деп жүрген кезде, бұл жындылар дәрігерлерді бір ғана бұйрығы сол көз бояушылық, барлығын көшенің бойына тізіп тастап отыр, бәлкім соғанда бір 600 миллион кетірген шығар халықтың ақшасынан. Салют атады, білмеймін, өздеріңіз болашақта еске аласыздар ма? Халық аштан, аурудан, індеттен қырылып жатқан кезде біздің Назарбаевтың туған күні келе қап, халық бір шат, мейрам болып, салюттар атылып, көңіл күйіміз көтеріліп қалып еді деп сөйтіп еске ала аласыздар ма? Білмеймін. Қазір осы Астанада, Қайым Мұхамеджановқа көше берілу керек еді ғой, Астанада кезінде, орталықтан бір көше. Сол кезде Назарбаевтың жауапсыз. Ол кім ол сонша? Астанаға қандай үлес қосты дейді? Анда тұрған бір министр, ол абайтанушы, солай айтып атса. Не сонда? Абайтанушы, шәкәрім танушы, әрқайсыларыңа көше бере бересіңдер ма дейді. Сондай жағдайдамыз. Бұл тарихты ұмыттырып жатыр, қасақана ұмыттырып жатыр. Кеңес үкіметінің қазақ сол кездегі әнұранды жазған адам, шығыстан шыққан қайраткер. Шәкәрім танушы, абай танушы, Абай менің екінші әкем деп өтті ол кісі. Сол кісілерді құрметтеме білмеймін енді. Кезінде Асқар ағаларымыз қазақтың қалай еді? Болашақ сол Абайға, Абай еліміне, Абай жолына ұмтылу керек. Барлық шамшырақты сонда деп айтып кетіп еді ғой, бас ақын деп. Бұлар қайдағы бір Абай танушыға деп кемістіп айтады. Түптеп келгенде сол көшелерді өзінің жемқор достарының бабаларына, өзіне көшелер беріп отыр. Не істейік бір сөзбен айтсаңызшы дейді. Осы уақытқа шейін 100 митинг болған шығар. Соның әр митингте шығып жүрсеңіздер, істеп жатқан үлестеріңіз сол сіздердің әрқайсыларыңыздың. Әрекет қанақ берекет береді ғой. Малым жаным садағасы, жаным арым садағасы. Қай жерде, мысалға, Өскеменде кеше қанақ Руслан ағамыздың соты болды. Мен өзім Семейдікім, бірақ Семейден азаматтар бармай қапты кеше. Анау Тараздан, Жамбылдан Бағдат ағаларымыз кеп қолдаған екен. Ризамын. Қазір бұйыртса жолығамыз Бағдат ағалармен де. Жұмыртқа басқан тауық сияқты, тауық қорада отырады ғой. Сіздер үйлеріңізде отырсыздар ғой. Жұмыртқа басқан тауық сияқты, өкінішті. Құқықты қорғау керек. Қалаңыздағы қоғам белсенділер кім қай өңірде қатарына қосылсын, бір жұдырық болсын, топтассын. Заңгерлер керек, тарихшылар керек. Тарихын білмейтіндер жалтақ болады дейді ғой. Тарихымызды білейік. Тұран құрған ғой бабаларымыз. Көктүріктің ұрпағы. Еркін жүрейік. Қайсарлы болайық.
Қазір кеше Қарағандыда осы азат күнде қаза болған өзге ұлт азаматтарының келімсектердің қолынан қаза болған Рахымжан бауырымыздың зират басына бүгін барып қайттық. 95 жылғы азамат. Естеріңізде шығар, 2019 жылы жаңа жыл түні, яғни 1 қаңтарда 2019 жылы міне аяқ басқан кезде 25 жасында толар шағында қаза болды, я? 24 жасында қаза болды. Сол әбден есірген армян ұлт өкілі қазір сот қалай болып жатыр дейсіздер ғой. Армяндар армян тілінде сөйлеп жатыр біздің жерде, біздің далада, сотта. Орыс тілінде сөйлесе мейлі дейміз ғой, жарайды. Ата заңда да бар ғой енді. Қосымша тіл. Армян тілінде сөйлеп жатыр ғой ағайын. Сендер қазақтар өз тілдеріңді, өздерің күндерін көре беріңдер. Біз өз тілімізде, армян тілінде сөйлейміз деп жатыр. Аудармашы бар анда. Орысша да сөйлемейді аналар принцип түрде. Не қазақша былай тұрсын, орысша да сөйлеп жатқан жоқ та. Қарағанды азаматтары қайда сол кезде? Бір өзге өңірлер қарап тұрған кезде бір хайп үшін, опай үшін шықты ма, әлде нақты қазақтың ар намысы үшін шықты ма? Неге әділеттілік үшін соңына шейін күреспейді? Сол жігіттер қайда? Қарағандыдағы жігіттер. Бір күндік жігіттері ма, оларды біреу жалдап әкеп шығарып қойды ма, сол күні 3 күн бойы далада айғалатқызып, әлде шатырлардың төбесіне қойған снайперларды көріп өндеріне тығылып қалды ма қайтадан? Әлі әділдік орнаған жоқ ағайын. Нақты өлтірген адам, пышақтаған адам, 3 адамды 3 рет пышақтадым, бірақ мен дәп сол Рахымжанды мен пышақтаған жоқпын дейді. Не дейсіздер ағайын? Пышақтатқызып қоямыз ба өз бауырларымызды осылай? Өлтіріп далаға қалдырып кетті. Әкесі баласын іздеп жүріп даладан тауып болып отыр ғой. Не деген тас жүрек болып кетті. Белгілі деңгейде ризамыз, шықты халық артынан. Бірақ соңына шейін сол әулетпен, қара жамылған әулетпен бірге болу керек еді ғой. Бұл кісілер әлі күнге шейін қан жұтып атқан кезде әрі қарай май жұтып той тойлатып кетті ме? Ол халық қайда? Ол руластары қайда? Ол жерлестер қайда бүгінгі таңда қарағандылықтар? Осы айдың соңында тағы да сот болады сол Рахымжан бауырымыздың. Әділдік орнату керек. Бұл ешқандай да бір баланың жатқан жері жайлы болсын деп келісімге келесауға болады. Осымен жабылсыншы болды. Баламыз қайтып келмейді ғой деп. Әкесі арлы, намысты болғандықтан әділдік орнасын деп соңына шейін жүр. Қазақ даласында менің балам болмасын, өзгенің баласы болсын, өлтіріп қойып жүре бермесін мұна қара ниеттілер деп. Соңына шейін барып отыр ағайын. 1 жыл болды сот, әлі болып отыр. 1,5 жылға өтті міне. Мында отырып ап, Ардақ Сәбиев аға, Қарағандының жігіттері қорқады дейді. Қай өңірдің жігітісіз сіз аға? Өз өңіріңізде де тіпті жан жақта ондай дүниелер болып жатыр. Бірлестіріп алып жүрсіңдер ме, ұйымдасып, топтасып алып жүрсіңдер ме? Сес болатын уақыт болды. Бір жұдырық болайықшы. Ана өңірдікілер мынандай, мына өңірдік мынандай. Қайрайық, сабайық. Жығылып атқан кезде оны мысқылдап мазақтайтын емес, тұру керек ол азаматтар. Бүгін қайда, бүгін тұрғызымыз керек оларды. Қазіргі уақыт, қазіргі геноцид жүріп атқан уақыт біздің нақты бір жұдырық болып біргетін уақыт қой аға. Көп азаматтар айтады, егер Назарбаевтың осы жүйесіне қарсы шықсаң, қамаласың, атыласың дейді. Сені қамап тастайтын, атып тастайтын жүйенің не керегі бар? Бүгін сен қамаласың, атыласың деп қорқасың, ертең сенің ұрпағың олар қалай қорқатын болады? Сіз солай елестетіп көріңіз ал мысалға. Ауыстыру керек емес па? Бұны тоқтату керек емес па? Бұл жүйені болды. Жаманды жеңгізбе, жаман үйренеді дейді қазақ. Біз бұларды жаман үйретіп қойға жоқпыз ба? Бұл алаяқтарды. Әр адам қолынан келгенше барын салсын, өзгертейік болды. Білмеймін. Өз Facebook өткенде 5000 адам барлығында тазартып тастадым. Көп отырмайтындар, қолданбайтындар ғой, достықта. Қазір міне бұрынғыдай емес, аз адам көреді, ол бірақ түптеп келгенде бір мағынасы да жоқ сияқты да. Эфирға да шыққың келмейді қазір. Ұлтшылдың көңілі өз ұлтынан қалады дейді ғой.
сол кезде 2000 адам шықты. Ал мен өлсем қанша адам шығасыздар, қазақтар? Ертең мен өлсем қанша адам шығасыздар? Мен де өлейін. Кімдер өлу керек? Тағы қанша адам өлу керек? Мына жүйе ауысу үшін. Әділдік орнау үшін қанша адам өлу керек? Білмеймін. Соған келе жатыр ғой өздері де. Не болмаса жала жауып түрмеге жабады, қастандық жасап. Не болмаса байқамай 5 жан көлік апатынан қатысып қаза болыпты дейді. Ондай әрекеттер онысы да болып жатыр. Бүкіл белсендің өмірі. Білмеймін. Бір үйде отырып алады, белсенділер бір ақша алады деп. Ковидпен ауырып жатқан белсенді бар мысалға. Жағдай өте қиын мысалға. Пәтер жалдап жатыр көбісі. Әйтеуір соңғы теңгелеріне ел аралайды, жер аралайды. Бір азаматтық қоғамға бір үлесімді қосқансам деп. Одан ағайын мен ешқандай да оппозиция, мен өзімді санамаймын оппозицияның адамы деп. Өйткені мен мына жүйені ауыстырып билікке келгелі жүрген адам емес. Мен азаматтық қоғам. Тура сіздер сияқты. Бірақ немқұрайлы емеспін. Маған бәрібір емес. Біреуді атып атады, біреуді өлтіріп атады. Заңсыз қамап жатады. Маған ол жағына бәрібір емес. Мен өз үнім бар, мен өз үнімді жеткізуім керек сораға. Айтуым керек. Бәлкім сол үшін бір әкімшілік жазаға, не қылмыстық жазаға тартылармын. Олардың айтқанына көнбей қойған үшін түптеп келгенде өліп те қалармын. Бірақ өмір күрес қой ағайын. Бәріміз өлеміз түптеп келгенде. Қара жерге қарада бір, ханда бір, асқақтама барар жерің тарға бір дейді ғой. Бір күндік өмірмен мәз болып тойып асқақтап жүрмеңіздер дейді. Бүгінгі біз ертеңгі күннің қандай шал боламыз ба, жексұрын боламыз ба, әлде ақсақал абыз болып ақыл айтатындай күрескерлік жолда жүріп белгілі бір тәжірибе жинап жұртты ақиқатқа, әділдікке шақырамыз ба? Сол ғой маңыздысы. Абай атамыз айтқан сияқты бұл күнде қу деген сөзге мақтанатындар бар дейді ғой. Расымен де солай болып баратыр ма? Сен қусың ей, мықтысың, қусың ей дейді ғой. Соған қуанады ғой қазір көп азаматтар. Қу деген сөзге қуанады. Мына біздің ана жиіркенішті билікте отырғандағыларға сен айлалысың, сен ешкімге білдіртпей ұрлап жүрсің, жеп жүрсің десең, бұлар мақтанатын шығар бұлар. Мен 6 миллиард жесем, сен 7 миллиард жеп тастадың ғой деп мақтанатын шығар бұлар бір-бірімен. Сондай жағдайда қазір қазақ. Мүлдем отарланып, енді жаңа буынды отарлап жатсыздар ғой, аға буын. Көп ағалар айтады, билікке қарсы шықпасашы, одан да жұмыс істеп, үйленсеш, өзің бір байысаш деген сияқты нелерді айтады да. Бұл жүйе өз ауысады дейді. Еш нәрсе өздігінен ауыспайды бұл. Бұл табиғаттың біз егіп қойған даладағы, бақшадағы біз егістік емеспіз біз бұнда. Су құйып бір өзімен өзі шығып өсіп ататындай. Біз адамзатпыз. Адам екенімізді ұмытып қалғанбыз ау бүгін. Өзің үшін күн көрсең, өз үшін күн көрген малдан, хайуаннан ең айырмашылығымыз болу керек шығар біздің хайуаннан, малдан. Бізге ақылды несін берді, бізге шындықты, ақиқатты айтсын деп тіл берді бізге. Қол болмасын, өз құқығын қорғасын, саналы болсын, өнерлі болсын, ғылыммен қамтылсын, білімді болсын деп бізге сана сезім, ми берді емес па бізге? Ой жеткен жерге қол жетеді дейді. Бізге аяқты, қолды берді емес па бізге? Нақты әрекеттер қылып, іскерлік қылатындай. Білмеймін мен. Эволюциялық жол. Мен бұрыннан осы жолға түскеннен бері эволюциялық жолды қолдаймын. Бейбіт түрде ауысқанын қалаймын мына жүйенің. Бірақ мына жүйе революцияға алып бара жатқан сияқты ма, білмеймін. Егер бұлар менің жағама жармасатын болса, менің қолым олардың жағасында кетіп қалсын, өліп кетсем де.
Сондай ойдамын қазір мен. Мен кететін болсам өзіммен бірге бір көкөсектерді алып кетейін мен. Сондай ойға келіп отырмын қазір мен. Білмеймін. Өйткені мен құлдық өмірге дайын емеспін мен. Еркіндікке құштармын мен. Қазақпын өйткені. Өз құқығымды да таптатқым келмейді. Өзгенің де құқығын таптатқым келмейді мен. Өйткені әр қазақ жалғызым. Қызық, ана өңірдің жігіттері, ана жақ, мына жақ деп жататын уақыт емес қазір. Қазақтың батырлары барлығымызға ортақ. Әр қайсыларыңыз батыр болыңыздар болды. Қорқа-қорқа батыр болатын уақыт қазір. Сол эфир. Білмеймін, шыққым да келмей шықтым өйткені. Көп болды ғой шықпағаныма, шықпай да жүрмін ғой. Күңкіл күн дейміз дей ма? Бір-бірімізді сол. Ынтымақтың жоқтығы шаршатты мен. Бір ағаларымыз бар, 70-тен асқан, 30 жыл болды мен Назарбаевтың жүйесіне қарсы шығып күресіп келе жатырмын дейді. Білмеймін. 30 жылда не істей алды? Топтастыра алды ма? Жоқ. Біреу-біреуді боқтай дейді, біреу-біреуін татар дейді. Сөйтіп келе жатыр аға буын. Біз не істейміз міне? Бізге не жол көрсетеді бұлар? Жарайды, Назарбаев бір нәрсе көрсетіп келе жатыр бізге. Қазақстанды қалай басқармау керек екен, өз халқын қалай тонамау керек екен, соны үйретіп жатыр бізге Назарбаев. Залым болмауды үйретіп жатыр. Мейірімсізге қарап мейірімді боласың ғой. Анаған қарайсың да жаның ашиды халық. Ал оппозициядағылар бөлінбеуді үйретіп жатыр ағайын бұлар. Бұлар бір-бірлеріңді қараламауды, жамандамауды үйретіп жатыр. Бізде жалпы толығымен жүйе бұзылған интеллигенция. Нағыз интеллигенциялар сол алаштықтар болды кезінде, қазағым деп тұрды. Одан кейін оларды сатқан, бірақ сатқан соң билікке келіп алған. Қазір олардың ұрпақтары да бар ғой міне. Шәкәрімді атқанның ұрпағы прокурор болып отыр. Естіген шығарсыздар. Шәкәрім атамызды атқан ит, соның ұрпақтары прокурор бүгін. Тағы өзге алаштықтарды ұстаған солтүстікте. Комитет мысалға. Толығымен сол нағыз интеллигенция кеткен соң осындай сатқын интеллигенция пайда болды. Енді қазір қарап отырсаң, бөліп ал да билей бер, Назарбаев әдейі араға бір арандатушылар жіберіп қояды, комитетчиктер. Анау мынандай екен, анау мынаумен жолықты, мынаумен суретке түсіпті. Анау анадан ақша алды, анау бүйтті, сондай дүниелер шығарып, енді бір-бірін қаралаушы интеллигенция кетіп жатыр. Өкінішке орай жаңадан қосылып жатқан белсенділер соларды да пір көріп мақтанады екен. Ойбай, осы шындықты мықты айтады, осы Назарбаевпен нағыз күресіп жүрген, нағыз белсенді деген сөз шығарып алған қазір. Білмеймін. Мысалға мен жай белсендімін әйтеуір. Бірақ нағыз белсенділер бар екен де бізде Қазақстанда. Осылай жаңадан қосылып жатқан адамдар партия-мартиясы құрсын. Жүрсе жүрсін, ол өте дұрыс нәрсе, жарайды. Саяси сауат ашылады. Әр партия ашам дейтін азаматтар, бірақ жүйенің қуыршағы болып, жүйенің ғұмырын ұзартқанша жүйе саған не бөгет жасап жатыр партия құруға? Заңы, заң кедергі ғой сіздерге. Дәп қазір мысалға Назарбаевқа ашық қарсы шықпай, заңына қарсы шықпай, толық кетуін қаламай, бірақ билікке келіп, сайлаудан жеңіске жетіп, дауыс салып, 30%-дық басқаруды игеріп алам дейтін, олар мен үшін жеңілдің үстімен, ауырдың астымен жүрген пысықтар. Олардың дегені болмайды бәрібір ағайын. Кез келген партия құрамын дейтін азаматтар қарапайым халықты не кедергі мына жүйеге өзгеруге? Назарбаевтың жүйесі күні. Назарбаев кетпей еш нәрсе болмайды. Талап сол ғана болу керек болды. Жүйе кету керек, Назарбаев кету керек болды. Ал одан партия құрсаңыздар да өздеріңіз біліңіздер. Өз басым бәлкім шетелге, сырт жаққа оқуға кетермін бәлкім. Бәлкім сол жақтың бір өнеркәсіптік завод сондай жерлеріне тәжірибе алуға, білім алуға кетермін. Ал бәлкім ауылға кетермін, мал бағуға. Бірақ қазір бірігетін уақыт.
сол. Аман болыңыздар ағайын, бар болыңыздар. Мекен жайға келіп қалған сияқтымыз бізде. Сол. Күшіміз бірлікте ағайын. Бір-бірімізді алалаудан, жамандаудан аулақ болайық. Әр қазақ менің жалғызым дейтін болсаң, жылжымалы өмірде пікір ауыспайтын адам ғана ақымақ дейді. Барлықтарыңыз Назарбаевты жақтап келдіңіздер. Ойбай, 1 миллион қазақты көшірді, 2 миллион қазақты көшірді. Тіпті бір ақымақтар сияқты OBS өткізіп жатыр деп те қуандық қой біз. Саммит өткізіп жатыр деп қуандық. Өзге ұлттардың басшылары араздатып жүрген кезде біздің Назарбаев оларды бір ұшаққа отырғызып жүріп қайтарды деп те мақтандық бір. Бос мақтан. Қазір тыныстық аппарат жетпей жатыр, қарапайым маска жетпей жатыр. Сол ағайын. Жамандаудан аулақ болайықшы бір-бірімізді. Әр қазақ қымбат, әр қазақ менің жалғызым дейтін болсаңыздар, біреудің партиясына қарап, біреудің киіміне, біреудің ұстанымына, біреудің айтқан сөздеріне қарсы шығып, бір-бірімізді арандатып, бір-бірімізден алшақтама қойық. Біреу жетпеген ақпаратты сіз дұрысты түрде, мәдениет түрде жеткізіп беріңіз. Бәлкім ол қателесіп жүрген шығар, бәлкім оның көзі дұрыс жетпей жүрген шығар шын ақпаратқа. Бір-біріміздің сауатымызды ашып, бетімізден қақпай, белімізді буып, нақты бел буып, не бел кетеді, не белбеу кетеді, не бел кететін уақыт болып тұр ғой қазір. Белбеуімізді нығайтайық ағайын. Аман болайық, бар болайық, күш бірлікте.